Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үйде бар ингредиенттермен осындай өте әдемі дәмді таңғы ас дайындаймыз. Колбасамызды, сырымызды, огурцы, помидорымызды үйдегі адам санына байланысты қажет мөлшерде турап дайындап аламыз. Лавашымызды 3 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Лавашымызға бір қасықтан өлшеп отырып майонезімізді салып, турап дайындап алған ингредиентімізді салып, мен көрсеткендей ораймыз. Табамызға майонезді құйып, қыздырып аламыз. Верти қылып орап дайындап алған лаваштарымыздың екі жағын табада қызартып, үстінен басып тұрып пісіріп аламыз. Осындай әдемі болып біздің таңғы асымыз дайын болды. Ас болсын.